Күніне бір алма жеудің пайдасы. ақш-тың Айова университетінен Джордж Брайан Адамстың жетекшілігімен жасалған зерттеу нәтижесінде алма қабығындағы урсолик қышқылының майларды еріту мен бұлшықеттерді нығайту ерекшелігінің арықтауға көмекші болатындығы анықталды. Тышқандарға жасалған тәжірибелерде алманың бұлшықетті 15%-ға арттыратыны және денедегі майлардың жартысынан көбін азайтқандығы анықталды. Урсолик қышқылдың тышқандарда бұлшықет тығыздығын арттырғанымен жалпы дене салмағын арттырмағандығы анықталды. Сол себепті алма арықтау үшін жақсы жеміс болмақ. Алманың пайдалары осымен бітпейді әрине. Жүйелі түрде алма жеу қан шекерін, холестеринді және зиянды май қышқылдарының деңгейін азайтады. Джордж Адамс алманың әсіресе уақыт өте келе бұлшықеттер азайған қарттар үшін пайдалы екенін, яғни артрофия деп аталатын бұл аурудың ауру кезде немесе кәрілікте қатты әсер ететінін және оның емі жоқ екенін атап өтті. Артрофия ауруына кедергі бола алатын элементтердің әсіресе алманың қабығында мол болатындығы мәлімденді. Құрамында 85% су, 12% шекер, органикалық қышқылдар, фосфор, танин және А, В1, В2, С, Е витаминдері бар. Бұл керемет жеміс құрамындағы органикалық қышқылдар көмегімен бауыр, ми, асқазанға оңтайлы әсер етеді. Ми функцияларын белсендіреді, ағзаның зат алмасуын жақсартады, ас қорыту жүйесін реттейді, иммунитетті күшейтеді және стресстен пайда болған зарарларға қарсы күшті қорғаныс бола алады.